Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Кезекті Грузиядағы шығарылымды түсірейін деп жатырмын. Бұйыртса автопапа мына төмендегі базар барлығын көресіздер. Түсірместен бұрын бір-екі сөз айтып кетейін. Қазір енді мына базарлардан ал үстіңгі автопапа болсын, төменгі базар болсын, көлік алу тиімсіз болып бара жатыр. Яғни Грузияның да уже шаруасы бітіп жатыр. Оның бірден бір себеп мына теңгенің құлдырауы. Яғни 480 болып тұр, бұрын 430-440 кезінде ептеп бірдеңе алып алып жатыр едік көліктерді, былай әйтеуір 500 миллион болса да әйтеуір тиімді болатын. Қазір вообще тиімсіз болып бара жатыр. Оның үстіне біздер қазір тек основном көліктерді біздер Америкадан келіп тұрған, жаңағыдай өзіміз алдырып, солған күйінде соны жасатып, солай алып жатырмыз основном көліктерді. Соның өзі кішкене әйтеуір тиімді болып тұр. Ал былай тікелей келіп базарлардан көлік алу қазір тиімсіз. Доллар түспесе, я болмаса бағалар түспесе, бағалар түспесек жоқ, көтеріліп бара жатыр. Жол қымбат, анау қымбат деп оларды Америкадан алдырамыз, бүйтеміз, ремонт жасаймыз деп. Ал өздерің де көресіңдер қазір. Бағаларын түсіріп шығайын, комментарияға жазып отырыңыздар, яғни WhatsApp топтарға бөлісіп. Басынан аяғына дейін көруді ұмытпаңыздар достар. Жарты сағаттық видео түсірем, сіздің іздеген көлік соңында болуы мүмкін. Ал бастайық, кеттік. Алдарыңызда Toyota Camry 50 14 жылғы. Carfax бойынша мына жағында оған. Айырбактар барлығы сау. Пробег 120 121 мың жүріп тұр. Ақ түсті. Есе нұсқасында. Ішкі беті. Іштері таза. Өзіңіз көріп тұрғандай. Хабарласыңдар достар. Мынандай Camry'де енді редке сразу кетіп қалады. WhatsApp нөмір қалдырам қазір. Кім бірінші зарядка жібереді, машина соны қойған. Ақ Camry ходовой енді. Күн тартпайды. Camry 50 ере нұсқасында, яғни жұтыр деп айтамыз. Дым жоқ енді. Простойды. Простой 50-ліктер. 2012 жылғы ақ түсті. Бұнда ағылып айдап жатыр. Даже дискісіне дейін қарашы. Титан кемесі простой. Қалпақ жасырып қойған. Так, мұнау енді. Мұнау алдыңғысы 9200 деген, енді қазір 8800 деп қойыпты. 8000-ға да алып қойды ма? 2-де 5, 210 мың пробег дейді. Толықтай мата іштері. Мынандай. Ақшасы аздау. Елантыр алам дегендердің орнына осындай алып жүруге өтті. 16-17 жылғы елантырлардың қасында. Camry ғой. Мына жерде пластмасс түсіп қалыпты, оны салып жүруге өтті. Қалай? Өздерің ойларың. 17-18 елантыра ма, или Camry ма? $8000 берсе. 9700 кіріп барады ақтауға. Мерсуха дейді. Еның бағасы 51 мың дейді. 20 жылғы. Новый 75. Европейка деп айтады. Пакет. Комплектация фарш, достар. Бірсіп айтқанда. Мына жақта бесключевой доступ, панорама төбесі. Даже проекция бар мұнда. Ішкі бетіне басаң, аддув. Енді айтпай қойын жаңа. Слепек зон, анау, мынау, подогрев рөлі, сиденье дегендер. Комплектация XS деп айтады. Мұнарда XS 2-де 5 қозғалтқышпен. Міне артық беті. Өз ерекше ғой. Push start, анау, мұнау барлығы енді. Дөңгелектер Brixton. Хабарласыңдар, бағасы $33,900 дейді. Яғни $34,000 пашты, 0 километр жүрмеген. Новый. Саудаласамыз. Кімге қызық болса, еші хабарласыңдар. Full пакет. Достар, машинаның түрі бар мыяқта. Қандай да бар машина керек болып жатса, комментарияға жазып кетіңіздер, мен қарап келесі жолы түсіре қоямын. Қандай машина қызықтырып жатыр. Енді көріп түсіндір, машинаның отаны. Автопапа. Енді көбісі бізде енді основном Camry менен елантыраға жатып қалған ғой. Сосын мынандай Sienna-ға деген сияқты. Mercedes, BMW. Немістің машинасы толып жатыр не. Міне. Есу қала. Анау Mercedes, арғы Mercedes. Оңғар жағы Mercedes. Mercedesтердің ортасына келдік қазір. Mitsubishi. Не керек жаныңа? Барлығы бар ғой. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді деп.
қызыл елуліктер де бар. 10.500 доллар сатып тұр. 14-ші жылғы. Қып қызыл. Негізі әдемі мына түстерде. Люк бар. Есе ғой комплектация. Ашық қызыл ма еще? Кімге қызық хабарласыңдар. 3/5-дің титанкасы тұр, негізі 3/5. Так, 2/5 я. 3/5 емес. Мынандай ерекістер де бар. Қазақстанға 11 миллион шамасында қазақ нөмірмен патрульші барады. 10-11 миллион. Так, 13.800 сұрапты. 11-ші жылғы 97 миль жүрген 4/4. Люк бар. Lexus қой, кроссовер. Негізінде қызық болып жатса, мынау болмаса да басқа түрлерін, сықи түрлерін тауып береміз. 13, 14, 15 жылдар. Жалпы осындай варианттар бар. Яғни 70-тік камерилерді 11-12 миллионға келсе, патрульші мыналарда сондайға келеді. Лүтчі кроссовер емес па? К5 тұр, 21-ші жылғы, терминалға келейін тұр, арзан 16.500 долларға бер жүрейін тұр. Срочно достар. Carfax бойынша дымы жоқ. 21-ші жылғы панорама төбесі барлығы бар. Комплектация GT Line. 16.500 долларға 21-ші жылғы. Міне. Қазір міне телефон нөмірін терминалға асып батыр мынау. Алып қалайын. 55 пен 50-ліктің қасында тұрмын. Мына ақ 55 12.500 сұрап тұр. Әдемі екен кәдімгі жағдайы. 2016 жылы 2.5 бензин. 2500. Салон ашық. Есе комплектация. Оңғасында серебристый камерей тұр. 11.500 сұрап тұр. 13-ші жылғы 2.5 тоже 100 мың. Кімі деп тұр ма? Мейлі шығар 100 мың. Жүрген. Міне ақ. Серебристый. Кімге қызық хабарласыңдар. Так, достар, мынандай минивендер бар. Мерседес. Мықты. 2 литр турбомен. 23 мың доллар дейді. Мына қара түсі. Мына 16-ші жылғы жазып кетті. Жұмысқа, қалаға, далаға кете беретін. 24 мың доллар, 16-ші жылғы 2 литр. Толықтай бұлғары. Люк бар үстінде. Метрис дейді. Яқында бір отыр. Хабарласыңдар WhatsApp-қа, жеткізіп береміз. Так, мынандай доджелер де бар. Дөңгелек әдемі екен. 14-ші жылғы 3/6, 14.700 дейді. Қара салон іштері. Бұлғары толықтай. Артқы беті. Қалай? Өлі-өлі етіп тұратшы қыздырған кезде. Кімге қызық хабарласыңдар. Жеткізуге болады, растамаш жасауға болады. Kia Optima сұрағандарға бұларды алып жатыр қазір. Kia Optima 18-ші жылғы 2/4 11 мың доллар сапты, саудасы бар енді. 10 мың долларға беру мүмкін. Одан да түсіруге тырысамыз. Қызық болса, хабарласыңдар WhatsApp-қа. Optima. Әдемі. Сырттан қарағанда богатый машиналардың бірі осылар. Ар жағында ретке кездесетін мынау. Kia Stinger. Спорт қой. Жалпақ кәдімгідей. Жүрістері отына 3/3 қозғалтқышпен 2018 19 мың доллар сұрап тұр. Kia Stinger. Толықтай бұлғар іштің көрдіңдер ғой. Самолет сияқты болып тұр ғой. Стартқа дайын. Дөңгелектердің өзі бір бөлек. GT шығар мынау. GT Line дейсің ғой. Спорт. Stinger. Хабарласыңдар. WhatsApp нөмір қалдырам достар. Бесключевой доступ.
әдемі тампайып тұр ғой. Сосын Ford неғында. Fordтарды орыстар қатты жақсы көреді негізі. Біздерде редкі алады, бірақ редкі. 7500 сұрап тұр, 16 жылғы 2D5. Camry деп жазып қойып туған жерге. Ай, қатырат. Неқта да Ford тұр, 11500 сұрап тұр. Мына Ford $8000 сұрап тұр, 15 жылғы 2 литр. Мықты машина дейді негізі. Орыстар кәдімгі видео көрген кезде здесь такой Ford стоит деп. Сочный, мощный деп. 2 литр 8500, 15 жылғы. Так, Subaru Outback. Subaru Outback 2018 жылғы 15500 сұрап тұр. 3-те 6 қозғалтқыш. Мынау енді бәсе. Түрі де деріске деймін. Жүрісі де деріске шақ. Толық жетек. Forester тұр мұнаяқта. Жыл жаңалау сияқты ма. Іштердің өзі 16500 сұрап тұр, 19 жылғы. Ана 17500, мына 15500, 18 жылғы. Мынау енді 22 жылғы, 23500 сұрап тұр. 16000 сұрап тұр. Forester 2018 жылғы. Мына 14000 сұрап тұр. Outback. RAV4 16400 сұрап тұр. 18 жылғы. Қара түсті. Мынандай түсі бар екен. 22 жылғы тоже 26500. Мынау 17700 дейді. 18 жылғы. 3-5 Sienna. Ле сияқты комплектация. Толықтай мата екенші. Әлі. Sienna. Camry 55. Әдем екен мұнау. Жаңа кірді дейді базарға. 16 жылғы 2D5. Так, 47 мың жүрген дым жүрмепті. Ашық салон. Мокрый асфальт дейбі, не қалайтын түске. Серый дейсің. SE нұсқасында. Только что заехал, да? Carfax как у него? Честно, даже не смотрел. А? Сначала. Не смотрел, посмотрим. Хорошо, сейчас посмотрю. Как көреміз Carfax қалай. Түсінбегендер, яғни мынау жаңағы утоп. Беліне дейін батқан ана сызық бар ғой, сызықтан төмен батқан екен суға. Утопленник дейді. Наводнение дейді. В общем, сондай бірдеңе дейді бұған. Утоп деп айтамыз енді біздер. Ал мынау 50-лік Camry 2D5 қара түсті. 3D5-тің дөңгелегі 128 миль жүрген. 2014 10500. Сұрап тұр, 10 мыңдардың шамасына беретін шығар. Қараға тұмшаландырынған екен артқы фарлары. 70-тіктер түсірші дегендерге 70-тер түсіріп кетейін шетінен. Так, мынадан бастайық. 50 комплектация 2020 2D5 17600 дейді. Кеше бір қара түс шығып қалды $16000. Әдемі жағдайда. Carfax'та жақсы. 19500 22 миль жүрген 20 жылғы екен. Дәл осындай түсті. Дөңгелегі мынадан да әдемі, бірақ оның қара дөңгелек деп болады ғой. Көрсетем. Шығып атса алдынан. Сондай $16000 береміз срочно деп. $20000 сапты 20 жылғы 34 миль жүрген. Әрқайсы әртүрлі бағалар. Арзандарын табуға болады. Асығып көптен бері тұрып қалған, өтпей қалған деген сияқты. $20000 сап тұр, 75 мынау. 21 жылғы. Осылай міне. Мынау фулл комплектация сияқты ғой. Қызыл салон. 17500 мынау 20 жылғы. 70 осылай бағалар. 15-тен бастайды сон. 25-ке дейінге деп еді ғой. Ал Мерседестерінде бір көрсетіп кетейік,
сешкалар, ешкалар бар. Так, мынау 12.500 доллар сұрап тұр. Мерседес 2 литр. Мына кәдімгідей. Мына жақта сешка тұр. C300 2 литр қозғалтқышпен 14.700 сұрап тұр. 2015 жылғы. Олар да растамыш жасап болады полный Қазақстанда. Қазақ нөмірге өткізуге болады. Мына жылы жаңалау вообще. 96.000 миль жүрген 25 доллар сұрап тұр. Жылын жазбай кетті. Арасында копиятный сеп тұрмақ та байқалар. BMW осы түсін айт маған. Түс бойынша BMW-ларды 16 жылға 3 деп 535. 10 шанақта 2016 жылғы 20 доллар. Енді бағасы қымбат. Бұлар 15-16-ға тауға бат негізі. Дизель екен еще. Өздері дизель жақсы көреді, содан шығар. 12.900 дейтін ау BMW 528 2 литрлік 2015 жылғы. Осылай. Копиаты 23 мың сұрап тұр. 2015 мұнда қымбат сұрап тұр. Және бағалар түсіп ата қара 18 де қойған, енді 16.500 де қойғаннан байқан. 2 литр бұда. Бұяқта мәшін тұра берсе бағалар түсіп, өткені растамыш жасамайды да мәшінді. Әкеліп қояды, уақыт береді 3 ай. 3 айдан кешін өтпесе, бағалар құлайтын одан 24.500 деп тұрған. 23 доллар сұрап тұр. Салондарын қарашы, ерекше. X2 дейді. Кеттік арғана Audi жаққа қарай жүрек. Audi дейді. 9500 саптың Audi. 2012 жылғы Q5 2 литр. Арасында Kia тұр. Мұнда көрсетіп кетейін. 11 мың сұрап тұр. 18 жылғы 2.4 GDI қозғалтқышпен. 12.500 дейтін Audi. 3 литр 2013 Audi Q7. Осыларды апарып растамыш жасауға не? Кімге қызық, хабарласыңдар. Аппақ Мерседес тұр мына сешка. 2016 жылғы 2 литр 15.200 сұрап тұр. Саудасы бар енді. 14 долларға алуға да. 13,5-ға да. Мерсуха. Екі есікті екен мынау. Мынаған планшет үлкендеу сияқты. 18 доллар сатты мынау. Так. 16 жылғы 16 ай. Мына жақта 17.500 дейді. Банан сияқты болып тұр. Осылай бағалар. Қада минивэн Sienna ақ түсті. Салонда ақ екен. Так, 14 доллар сұрап тұр. 13 жылғы 3.5. Міне, ішкі беті. Әдемі. Жүрістерді жақсыларын расында. Өз-өзін ұстауы. Комплектация лимитед дейді. Толық жүйті. Толық нұсқа. Барлық электронный шарларын. Люк. Так. Hyundai Elantra. Elantra сазорлар не токен жүрді. Баға 8500 сұрапты. 18 жылға 2 литр. Комплектация енді. Простой. Сиденкілері темекі татқан екен. Не стоит. Так, Camry 18.200 дейді. Елі сияқты оны. Европекілердің мордасымен келіп тұрғандар. Олар еле болады енді. Простой да? Иә, іші толықтай мата. Осындай. Растаможный еще. Хайландер көрсет дегендер міне, Хайландер. 26.500 сұрап тұр. 17 жыл 3.5. Хайландер. Ақ түсті.
Салоны бежевый. Ақ па е? Ашықмен дұрыс көрінбей тұр. О, Тайырдов Раут дейді. 27 мың тұрап тұрна 18-ші жылға. Саудасы бар. Қай-қайсыңды достар. Аламыз десеңдер, хабарласыңдар. Тауып береміз. Подбор бар бізде. WhatsApp нөмір қалдырам, хабарласыңдар. Енді көрсетші дегендерге маяқта 3 Сиена тұр ғой қатарынан. Сиеналар. Так, мынау 14-ші жылғы 15.800 сұрап тұр. 164 миль жүрген. 3/5 қозғалғышпен. Люк толықтай былғары, ақ салон іші. Так, мынау 12-ші жылғы 14.800 сұрап тұр. 3/5. Бұл да ақ салон екен. Саудалар бар достар, қай-қайсында. Бізге мұнлар екеуі де растамыш жасалады. Қазақ нөмірі болады. Комплектация XL. Осылай достар, Сиеналар. BMW көрсетші дегендерге, міне BMW. Тройка дей ма? 2017 жылғы 16.500 2 литр турбо. Не осылай. 70-терді көрсетші дегендерге 70 көрсетейік. 24 доллар. 75 нау. Соңғы модель 22 жылғы 2/5 24 дейді. 20 долларға тауып қуат негізін арты. Осылай. 75-тер. Кілттің барын аяқта екен. Audi. 13.500 Audi 17 жылғы 2 литр турбо. Мұнлардың жүрісі енді айуан. Таза спорт қой. Іштері пушка. A4 дейді. Мынау енді таза бұқа ғой, е? Тундра дейді достар, тундра. Түсі де ерекше. 46 мың доллар сапты 18-ші жылғы 4/4 5/7 қозғалғышпен. Қанша жүріпті жүрген жазып бар ма? Телефон нөмірін жазып кеткен. Пробег 76 мың сияқты ғой, да? 7696 деймі. Е, сондай болып тұрған, 10 мыңға жетпейді. Толықтай былғары, іште енді пачка болып жатыр ғой. Міне артқы беті. Пикап тундра. Толық жетек. Нағыз қазаққа керек машина мынау. Шаруаға, қалаға, далаға десең, тапай бересің мына. Нағыз американстардың машинасы ғой негізі. Көрсетші дегендерге міне Hyundai Sonata 19-ші жыл екен мынау. Салондар әдем екен. Так, 12.800 сұрап тұр. 14 мың миль жүрген. Толықтай маташа. Міне ақ түсті. Sonata бар. Саудасы бар, қай-қайсында достар. Бесключевой доступ. Слепех зон датчик. Біраз нәрсе бар ішінде. Осылай. 20-ші жылғы Forerunner TR-ді Off-Road дейді. 35 мың сап тұр. 4 литр 47 миль жүрген. Видео снимать. Нет, интересная машина, хорошая. Off-Road. Вот это мой, да, тут. Серебристый, да? Сколько у него цена? За 29 отдам. А? За 29 отдам. За 29 год? 21. 21 год, новый. Посмотри, внизу посмотри. Пробег? Посмотри просто, новый, блин. 24, по-моему. 24 жүрген. Смотри, видео, ну, там все вообще, масло, бля, не замажешь, такой хороший. 21-ші жылғы. Я просто, смотри, что это там. 21-29-ға берем дейді. 4x4. Миль жүрген Просто екен. я в Германию уезжаю. В Германию уезжаю, брат. Германия же. Смотри. Я тебе что, три кусок крашеный. Карфакс как у него? Свой ходом пригнал. Вот до двери поставил за оригинал.
Оригинал, да? Оригинал, да. Ага. Крыло, задний крыло поставил и капот. Капот. Телефон номер это твой? Вот антифриз, антифриз, все оригинал нанес. И телефон номер. Посмотри, ну какое состояние. Да, вижу. В оригинале, видишь, радиатор, все на него, это. Хорошо. На этом даже ехал. Қалдарыңызда Kia Optima 19 жылғы. Түсі енді ерекше. Осылардан негізінде алып жатыр адамдар. 12 000 доллар саудасы бар, мен саудаласамыз. 2-де 4 қозғалтқышпен. Ішкі беттері. Сидингісі кәдімгі массажный сидинг сияқты болып тұрады ғой. Әдемі машина, Жіберуге болады. Хабарласыңдар. Қасында тағы біреу тұр. Optima маған қанша тұр екен? 70 000 миль жүрген 13 500 18 жылғы. 1.6 турбо мынау. Анау 2-де 4. Мынау кішкене ерекше екен. Оның қасында так Lexus 26 500 сұрап тұр. 2 литр қозғалтқышпен 20 жылғы. NX деген қызыл салон. Қыздарға қатып кетеді мынау шағын кроссовер. NX 300. Outlander Sport дейді мынаған. Outlander Sport 14 900 сұрап тұр. 20 жылғы 2 литр. Осылар жіберуге болады. Барлығына транзит жапсырып, енді жол жабылады деп жатыр. Жол жабылса да портпен барады. 10 күн 15 күн. Зато аяғы жерге тимей барады. Міне тұр. Так, мынау 22 жылғы 30 500 сұрап тұр. ID4 Volkswagen. Пакет қой мынау. А? Новый ғой. Пакет. Китайский ғой, мынау? Китайский ғой да? Негізі. Китайский жазуымен тұр ғой, барлығы. Ішкі беттері. Алдарын көрдіңдер ғой, ерекше. Шығарылым осылай болды, достар. Қалай, ұнады ма? Ұнаған болса да лайк, ұнамаса да лайк басып отырыңдар, Келесі кездескенше, аман болайық.